Сәлем достар. Бүгін біз осы кабачкиден ерекше тағам дайындайтын боламыз. Кабачкимізді алып, теркіден жақсылап өткіземіз. Мейлінше майда тістерін өткізген дұрыс. Сонда кабачкилеріміз езіліп, әдемі болатын болады. Үкіштен өтіп дайын болған кабачкилерімізді суын осылай жақсылап қолымызбен сығып ыдысымызға саламыз. Кабачкилеріміздің үстіне тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, үстіне сиырымызды үкіштен өткіземіз. Сиырдың да майда жағынан үкіштен өткізген дұрыс. Енді мен бұл жерде бір кабачкиге 100-150 грамдай сиыр үкіштен өткіздім, көз мөлшеріммен. Сосын үстіне бір жұмыртқаны шағып, осылай жақсылап араластырамыз. Содан кейін азғантай сүтімізді құйып, 50-100 грамдай сүт жарайды. Үстіне ұн салатын боламыз. Ұнымызды да осылай жақсылап араластырып. Дайын болған сұйықтығымызды осылай қызып тұрған табамызға майымызды құйып, үстіне салып, осылай бір тегіс қылып жайып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша мен осылай жайып, дөңгелек қылып шеңбер ретінде жасадым. Екі бетін алма кезек қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауыңызша мүмкін аладүшке ретінде пісірсеңіздер де болады. Бірақ менің қалауым осылай пицца ретінде, блинчик ретінде жасадым. Осылай екі бетін қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бұл жерде менде бір кабачкиден 5 штук шықты. Мен осылай жақсылап пісіріп атсам, мына жақта қазір көресіздер, менің қызым сондай ерекше тамақтарды жақсы көреді. Шыдай алмай, мамасының пісіргенін қарамай тұрғанда алып, ұрлап баратыр. Осымен біздің кабачкилеріміз дайын болды. Енді осыларды әрлеуге кірісетін боламыз. Достар, мен өткен видеоларда да айтып жүрмін. Біздің отбасымызбен жақсы көретін соусымыз осындай майонезге бір чеснокты езіп, үстіне томатты салып, жақсылап араластырып, тәтті паприкадан осылай үстіне қосып араластырсаңыздар, өте керемет әрі дәмді, ащы да емес, тәтті де емес, керемет соус дайын болады. Оны кез келген тағам түрлерімен қосып жесеңіздер, өте керемет болады. Ал енді біз жасаған кабачкилерден блинчигімізді орайтын боламыз. Мен ішінен соусты осылай жағып, орап шықтым. Дәмі деген өте керемет болды. Бүгінгі түскі асымызға керемет ас болды. Бұны біз салқын көжемен отбасыма бердім. Қызым бір емес, үшеуін өзі жеп қойды. Өте дәмді болды. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, егер де менің каналым сіздерге ұнайтын болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өз қалауларыңызша көжемен, шаймен, көк шаймен жақындарыңызға осылай
ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.